Армыздар хабар арнасында соңғы жаңалықтар, студияда Зейін Әліпбек. Бүгін атыраулықтар үлкен дүбірлі тойға дайындалуда. Өйткені бүгін Медина мейрамханасында Бақтиярдың 30 жас мерейтойы. Тойға шақырылмаған қонақтар өздерінің тілектерін біздің студиямыз арқылы жолдамақ болды. Hello ladies and gentlemen. Ой, құрсын жыртылып ағылшынша сөйлемей қойын. Мен де қарапайым қазақтың қарадомалақ баласым ғой. Ромадай негізі. Менің президенттік сайлауға үгіт насихат жүргізуге көмектескен жігіттерге алғыс айтқым келіп отыр. Әсіресе Бөкең мен Бақаға. Бүгін Бақаның туған күнімен құттықтағым келіп тұр. Осы сәтті пайдаланып, Бақа 30 жасың құтты болсын. Вашингтонға келсең хабарлас, күтіп алам ғой. Саламатсыздар. Мен тағы да әлемдегі ең үздік футболист сыйлығын алғалы тұрмын. Осы сыйлықты мен үлкен футболға әкелген Бақаға арнаймын. Маған футболды үйреткен Бақтияр. Ал Бақтиярға негізі жездесі Мұстажап үйреткен. Бақан Барселонаға шақырып едім. Сөйтсе ол тойға заказ алып қойып келе алмады. Ал енді не айтам, бар тілекке қосылам. Бақтияр, айналайын, туған күнің құтты болсын. 30 жасын саған осы түрлі бақыт әкелсін. Туған күнімен, Бақтияр. Менің бүгін давлением көтеріліп, жыным келіп отыр. Өйткені мен алғашқы махаббатым Бақтиярдың туған күніне Бану шақырмады. Негізі Бақаға күйеуге шыққым кеп жүргенде, ол Банумен танысып, Бану оның басын айналдырып алған ба, білмеймін, әйтеуір екеуі үйленді. Қазір Құдайға шүкір, 2 қызы, 1 балдары бар. Не деймін енді, бақытты болсын. Туған күнің құтты болсын енді. Жасыңа жас қосыла берсін. Где-то 1982 жылы марттың аяғы алғаш терминатор болып түскен жерім сол енді Атырау облысы, Чапаев селосы. Қазір енді Тұщықұдық болып өзгертілді ғой, өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз білетіндей, терминатор жалаңаш болып түседі. Сол кезде мен Бақтиярдың палзон киін кигем. Көзіме әш киім, ботында Бақтиярдың палзон киім. Сөйтіне келік, енді маған палзон киін негіз сәл тар болды, бірақ соғып киіп алдым ғой. Енді Бақтиярдың да аяғы да сәл ұзын болған, мен жіңішкеген. Сол Бақтияр бүгін 30-ға толып жатыр. Мен оны сол палзон киін әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Үйге сенгіға шифонердің ішіне іліп қоям.